Журналистика бұл жай ғана мамандық емес, бұл тағдырлармен танысу, қоғамның тамырын басу. Мен болашақ журналист Айнара Ерғатқызы. Бүгін осы үлкен жолдағы ең алғашқы кәсіби қадамды жасадым. Менің дебюттық сұхбатым Кербұлақ өңірінің ардақты тұлғасы Ғалия Ақбасова апамызбен өтті. Ғалия апай тек бір отбасының тірегі емес, тұтас бір ауданның мақтанышы. Ол кісінің өмір жолымен атқарған еңбегі кім-кімге де үлгі. Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, аудандық аналар кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі. Сұхбат барысында апамыздың парасаттылығы мен кеңдігіне тәнті болдым. Білім беру саласындағы көп жылдық тәжірибесі мен аналар кеңесіндегі атқарып жатқан ауқымды істері жайлы айтқанда, ол кісінің бойындағы ұлтқа деген жанашырлықты анық сезіндім. Маған берген ақыл кеңестері мен жылы лебізі алдағы жолыма үлкен серпін бергендей болды. Бекен Әлирахим ағамызға берген сұхбатында Ғалия Ниязқызы өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі, өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі деген болатын. Бұл сөздің астарында үлкен мән жатыр. Өткен тарихты құрметтеу, ата-баба аманатына адал болу және содан сабақ ала отырып болашақты бағамдау бүгінгі буынға қажет ең басты қасиет. Кербұлақтың көгінде күндей күлген, елдің жайын халықтың мұңын білген. Ғалия Ниязқызы дана тұлға, өнегелі өмірдің жолын өрген. Білім беріп, шәкірттің бағын ашты, қазақтың аналарымен жолын басты, үздік деген атағы абырой боп, құрметті азамат боп төрге асты. Тарихын қастерлеген, ұстазын ардақтаған елдің болашағы қашанда жарқын. Ғалия апаймен өткен бұл сұхбат маған тек ақпарат қана емес, үлкен рухани азық сыйлады. Өнегелі жанның еңбегі еленіп, есімі ел жадында мәңгі құрметпен атала беретініне сенімім кепіл. Сіздермен бірге